Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыздар. Біздер мына тақтаға қарайық. Тақтада не көріп тұрмыз? Отбасы. Біздер осы уақытқа дейін отбасы туралы түрлі шаралар өткіздік, тәрбие сағаттарын өткіздік, солай ма? Осы кеше бейнеролик түсірдік. Енді бүгінгі тақырыпты біздер әкеге арнайық, иә? Әке бұл отбасының тірегі. Әке туралы сіздерге үй тапсырма бердім. Әке туралы ой жазуға. Кім жазды? Ал барлықтарыңыз дайындалып келген екенсіздер. Қане, аяулым, сен тыңдайықшы. Әкенің орны бір бөлек. Себебі олармен өткен әр сәт өте көңілді. Олардың құшағы сондай ыстық, оларды құшақтай бергім келеді. Олар барлық уақытта балаларын қорғайды. Олар үлкен басын кішірейтіп, баламен балаша ойнай біледі. Олар сен үшін әрдайым жаңа нәрсені үйренуге дайын, немесе жаңа нәрсені үйретеді. Әкелер ғана бізді басқалардан ерекше екенімізді сезіндіреді. Қаншалықты қолы босамай жатса да, ол сен үшін уақыт табады. Олар әрқашан бізге не керек екенін жақсы біледі. Олардың қиялы ұшқыр. Әкелер қандай жағдайда да қасымыздан табылады. Міне сол үшін де олардан ажырағымыз келмейді. Жарайсың, аяулым. Ал оқушылар, аяулымның ойымен келісесіздер ме? Иә. Өте жақсы. Олай болса, аяулымға шапалақтап қояйық. Ал оқушылар, олай болса, кім әкесіне хабарласып, өзінің жақсы көретін айтқысы келеді? Мен апай. Аха, жақсы. Қазір папаға. Алло, па? Да. Мен Қасымет. Да, что так? Па, мен сені мықты жақсы көрем. Не болды? Мен сені өте мықты жақсы көрем. Не болды, айтсайшы енді. Мен сені де жақсы көрем ғой. Иә? Алло. Алло? Да. Папа, мен сені жақсы көрем. Папа, мен сені жақсы көрем. Мен де жақсы көрем. Папа, мен сені жақсы көрем. Мен де жақсы көрем дек. Давай, пока. Алло? Мен ғой Нұртас. Пап. Неде балам? Пап, мен сені жақсы көрем. Мен де сені жақсы көрем балам. Рахмет. Ал оқушылар, міне әкелерімізге хабарластық, иә? Барлықтарыңыз әкелеріңіз жақсы көресіздер. Әкелеріңіздің де жауаптарын алдық, иә? Олар да сізді қатты жақсы көреді. Енді кезекте біздер осы уақытқа дейін отбасы туралы ән жаттадық па? Иә. Айта аламыз ба? Иә. Қане, онда отбасы әнін шырқайық, жақсы ма?
тауым биік туған асқан мен үшін, біз деп дағы аямаған бар күшін. Ол қызының болашағын ойладың, еңбек еттің, тәлім бердің, тер түктің. Әке, сенің пейілің кең ақ жүрек, өзің барда жадырайды көңіл тек. Бар жақсылық жиылсын деп жаңына, тілеуіңді тілеп жүр ғой бұл тентек. Сенің арқан сол өмірге қосылдым. Әке, рахмет, ел қатарлы өстірдің. Мейіріңді сая қылып жүргенде, маған қарай бақыт құсын ұшырдың. Жүресің-ау, уақытпенен дамылсыз, қалайсыз-ау, бір түзумен мың кірпіш. Деп айтасыз, тоса қалса құлақты, қызым менің адалынан асындыш. Бұл өмірде ең бақытты кім десе, мүдірместен жауап беріп мен дерем, себебі сол мынау жарық дүниеде жанға демеу беріп жүрген бар әкем. Мақтанамын, еңбек сүйер әкем бар, әке саған болсыншы деп алажар. Өзім барда еңсеремін талайды, мейлі қырат, мейлі таулар, мейлі жар. Төбесінде бұлтаулар, жер бетінде тұр таулар. Бірақ мына мен үшін бәрінен биік бір тау бар. Кім десе егер сенерін, әкем менің дер едім. Сол биікке күн сайын қарап өсіп келемін. Асқарым бар, өте биік әке деген, кеше ғана бала едім әкелеген. Үлгі тұтар тұлған кім деп сұраса, ойланбастан сол сәтте әке дерем. Әке деген көк аспан ғой сабырлы, сол мінезбен көркем әрі қадірлі. Әке деген биік тұрар бәрінен, бұл шындықты мойындайды барлығы. Адалдықпен сыйластыққа үйреткен, сыйлап өтер әрбір пенде жан біткен. Биік пенен асқарларға жетелеп, осса деді небір мықты жүйректен. Көз саламын, көздеріне тұңғиық жан екенсің, ойлағаннан тым биік. Үлгі аламын бір өзінен әкешім, алғыс айтамын бір өзінен бас иіп.